анау жолдың үстінде тұрған тесікті көрдіңіздер ма? Және брусчаткамен қаланған. Дәл сол брусчатканың көктемнің кезінде үлкен бір қар еріп, жолдардың барлығы бытшып болған кезде, сол кезде уақытша шара деп салынған брусчаткалар болған. Уақытша шара ретінде біз шұңқырларды брусчаткамен жауып жатырмыз. Бірақ енді сол брусчатка енді уақытша шара дегеннен кейін де мына жерде жолдарды кедейдің шапан сияқты жамап тастады. Бірақ именно ана жерде үлкен қалдырып кеткенде брусчаткасымен қосып. Ол не үшін жатыр десеңіздер, ол күзде тағы сондай қар еру болған кезде екі жұмыс жасамай сол жерде қала берсін деген ойы шығар. Жол бойында шұңқырларды ыстық асфальтобетон жабындысымен жабу мүмкіндік жоқ. Білмеймін, енді барынша уақытша шара күн қалай жылынады, сол кезде жөнделеді деген нәрсе. Ауа райы қолайлы болып, күн жылып, жер кепкеннен кейін ағымдағы және орташа жөндеу жұмыстары басталып, қала жолдары тұрақты түрде қалыпқа келтіріледі. Дәл осындай көріністер, дәл осындай брусчаткалар жол бетіндегі қалада әлі қаптап жатыр. Сатпаева көшесінің бойында да қалған екен. Сол ойы, сол күзді күтіп жатыр. Мына жалпы Сатпаева затон жақтың аумағын жол деген ең бірінші рет алғаш ремонт көрген кезде, ол мен бала кезіндегі кезде, Нұрсұлтан Назарбаев, біздің тұңғыш президентіміз, біздің кожзаводқа келеміз деген кезде дәл осы жолды қатырып салған болатын. 2007 жылдар ма, 8 жылдар. Содан бері бұл сорлы ешқандай жөндеу көрмеді. Тек қана жамап кетіп, точкадан болды. Одан басқа жөндеу көрген емес. Қала әкімнен сұрайын деген бір сұрағым бар. Әкім мырза, соңғы рет затон аумағында Сатпаева көшесімен қай уақытта жүрдіңіз?